Бұрында мен де әйеліме ақша бермейтін да, ақшадан қысатын. Тем более ана сөзге келіп ұрысып қаламыз ғой. Ол кезде вообще бермейсің ғой ақшашы. Бірақ қазір түсіндім да, мен қазір таңда түсіндім. Қанша ұрыссам да, басқа қылсам да, любой отбасыда ұрысады ғой бәрі. Мен болған кезде әйелді ақшадан қыспау керек. Өйткені ақшадан мен оны қысам, менің жұмысым жүрмей қалады да. Өйткені береке әйел арқылы келеді да бізге еркектерге ше. Мен қалай әйелімен жарасып оған ақша бере бастаймын, менің жұмысым жүріп, менің ақшам көбейе бастайды да. Действительно ол проверенный нәрсе да. Бұл Құранда да бар, қателеспесем ше. Қазір таңда мен әйеліме бір ресторан беріп қойдым да. Бір ресторанның кассасын полностью, прям ресторанды ашып, осы ресторан сенікі, полный сен жүргізесің, пайдасын, доходын бәрі сенікі деп беріп қойдым да. Зато мен өзім 10 ресторан ашатын да. Алла тағала маған сондай рызық несібе 10 есе қылып беріп жатыр да. Мен 10 ресторан ашып жатырмын ше. Сол бұл не деген сөз, достар? Әйелдерді ақшадан қыспайық, оларға